Сүйінші дайындай бер. Не болды? Сүйінші дейін. Көтердің ба? Ой, Құдай, түріме қарасайшы көтергенінес. Қызымыз күйеуге шығатын болыпты. Не дейді тағыдай ау? Айналай, жаңа звондап, мам, пап, не күйеуге шығатын болдың дейді. Айналай. Мен наконец-то кетем! Yes! Шырағым байы құтты болсын. Пап, өз грубо сөйлеген қойша, байың құтты болсын деген несі? Мәдениетті қып күйеуің құтты болсын деп айтсаңшы. Оның екеуі бір адам емес па? Мейлі қой берші. Бүгін мен көңіл күйімді ештеңе түсірмейді. Жеттім ау осы күнге. Әй, қызым, сен ол күйеуді қаяқтан таптың, сен үйден шықпайсың ғой. Интернеттен. Не дейді? Интернеттен. Не дейді? Интернат дейді. Байқұс бала жетім болды ғой. Қандай жетім, пап. Интернет деп тұрған жоқпын. Интернет, агент арқылы. Әй, шырағым, о баланың тегі кім? Не елдің баласы? Руы кім? Руы. Ру? Иә. Ру, собачкамайл.ру. Немене? Собачкамайл.ру. Немене? Итпен құда болдық па, не болды өзі? Әй, итмайыл деген ру бар ма еді өзі? Тоқта. Ау. Итмайыл. Олар жүзге жатпайды. 400 болды ғой. Су, мам, пап. Ау. Әңгіме көбейтпей одан да дайындалайықшы. Болды, дайындаламыз. Дайындалайықшы, былай істейікші. Қазір күйеу жігіт келгенде бар ғой? Күйеу жігіт келгенде өзімізді бір анандай семья қып көрсекші бір. Қанандай? Бар ғой анандай ше бір, андай бір орысша араластырып сөйлейтін, орыстанып кеткен бір қазақша білмейтін семьялар болады ғой бір. Андай бір современный ма? Иә, сондай көрінеді. Ол солай көрінеміз. Мына үстім болмайды ғой мен. Жалаң бас шығайын да, күйеу бала күтіп алайын да мен. Ай, жап! Доққа түскен тауық құсаған бәле. Басым бар дұғопке тығып алған сияқты. Енді әдем көрінем ба дегенім ғой енді. Мам. Ау. Сіз мені қазір позор қыласында тұрыңызбен. Болды. Енді бір жарты сағатқа шыдаңыздаршы, тиіп алайынша. Тиесін. Пап, қазір сізден сұраса бар ғой, сіз директор болғам деп айтыңыз. Ей, шырағым ау, менде аттестат жоқ қой. Енді оны кім тексеріп жатыр? Біреу тексере ма сізге келіп, пенсияға шыққам деп айтасаңшы. Мам, ау. Сіз 30 жыл гаранада істегенсіз. Мен ба? Иә. Мына тұрым мен ба? Ой, жарты сағатқа дедік қой. Болды. Әй, қызым, сонда мен аттестатым жоқ болса да директор болам ба? Кемпір. Ай, бұй. Деген күлкін қойша, адамды позор қылмай. Екеуің мен қазір точно позор қыласыңдар. Үлкен қыздардың үйіне апарып тастайын ба? Ойнап жатырмын. Не тұрсың? Әзір ойнап жатыр. Пап, мам, пожалуйста, позвать етпеңіздерші, дайындалыңыздаршы. Болды. Кетейінші. Кетесің. Мен бүгін кетем. Айналайын. Жаныма. Ей, не ақ боздап тұрсың? Қимайын бе қызымды? Ой, қақпаса 30 жыл қимай отырдың ғой. Енді 31-ге келіп шықса да болады ғой енді. Ей, қызың плотно отырды ғой, скоро жатайын деп жатыр ғой. Қойшы, кім қызы қият дейсің? Иттердің дауысы шығып жатыр. Күйеу бала келді-ау деймін. Әдем болып тұрш бетіп. Бетіп деймін. Ой, мына бір ескерт күшке құсап. Келе жатыр. Жандарым, келдер. Опо, екі қызғалтақ келе жатыр ғой. Мыналар ұялып қалды ғой. Ұялып тұрған жоқ, сенен қорқып жатыр олар. Қаса. Келіңдер, айналайын, келіңдер. Еркелеп қояды. Келіңдер, айналайын. Жандарым менің. Семья қойшы шақтыр менің. Кешір, айналайын. Сүйгіден түңілме деген, айналайын. Күйеу бала сен болдың ғой. Күйеу балдарыңыз мен. Мен деппін ғой мынау. Күйеу балдарыңыз мынау, мен жолдас баласы. Жоғарсыңдар. Төргеш. Айна. Күйеу бала ғой, я? Күйеу балдарыңыз осы. Аты кім? Аты Олимпиада. Неге? 80 жыл толған ғой.
2011-де туғанда Азияда қоятын ек. Тырс. Бірақ неғып ашуланып тұр. Ашуланып тұрған жоқ, мінезі сондай өзі. Сөзге шорқақ күйеу балдарыңыз. Маған мен күйеу балдарыңыз жолдас баласы болдым. Күйеу балдарыңыз маған айтты, мен негізі сообщение, печеньеге жақсымын да мен. Әңгімені қатырам. Мен енді сообщение жақсымын. Күйеу балдарыңыз айтты, қайын жұртқа барып қайтайық, сен тілің бар ғой, сөйлеп тұрасың деді. Гүлденген әлем қайын жұртына күйеу балдардан сәлем деген сияқты. Әңгімені өлтірем мен негізі. Күйеу балдарыңыз осы. Мінезі өте ауыр. Оқыған, тоқыған, өте салмақты жігіт. Ішпейді. Ішсе қуады. Қасында жүрін ғой, мен білем ғой. Ішсе қуат, мал болады, талай көрген ғой. Дұрыс. Ішкен адамның қумайды, болмайды. Мен де ішсем қуам. Күйеу бала қайнатан топырағынан десеңізші. Атаң сенен айнымай деген қотыратқа соқырат екеуің. Қайын жұртың мұнандай. Я. Енді өздеріңізбі танысқайық. Зояның ата-анасы. Я. Зояның ата-анасы. Сіз мамасы боласыз ба? Я. Өте жас көрінеді екенсіз. Өте әдемі, өте сымбатты көрінеді екенсіз. Рахмет. Әдемі көрінеді екенсіз. Менше бүйтсем бұдан да жас көрінемін. Ай, жап! Жабасаңшы. Неге? Торғайдың ұясы сатыған жабасаңшы. Вообще ашпай ақ қойыңшы. Кешір айналайын, ашпайым. Ашатын шаш болады, ашпайтын шаш болады, ашпай ақ қойыңшы. Пот, ашпайым айналайын. Ойнағырда мынау, біз Зояның ата-анасымыз. Ата-анасы, Иә, мен мамасы. 30 жыл бойы директор болып істеген. Мен директор, сен Гарано. Қоя берші. Содан мен директор, папасы Гарано. Мен директор, сен Гарано. Мен директор, мен. Не болды? Қайын жұртың директорлікке таласты ғой. Сен директор, мен директор деп. Директорлікке таласып отыр. Күйеуала. Мен директор, анау Гарано. Разговор жоқ. Атаңның даусында разговор жоқ екен. Атаңның даусы гүр екен. Я. Ойдағырда екеуміз де директор болғанбыз. Екеуіңіз де директор қызметте болған екенсіз. Я. Күйеу бала не қызмет? Күйеу балдарыңыз альпинист болып істеген. 2 рет тауға шығып, 2 рет тұсамай қалды, сосын қойды ғой. Пассияңыз ба деді, алып кет, қашан қалып кетесің ғой. Күйеу балдарыңыз альпинист болып істеген, қазір аферист. Аферист деп бұнға жылқы не? Қолы бос, таза ауаның директоры. Таза ауаның директоры. Біз де директорымыз, екеуіміз де директор. Айта берейік, кім біліп жатыр? Табиғат аялып жүр десей? Иә, екеуіміз, сізде де директор, бізде директор. Директорлер мен директорлер. Құданы құдай қосып деп, директорлер қарқып қалды қой. Тырс. Иә. Енді мынау күйеу балдарыңыздың әке-шешесі сәлем айтты. Құдағиға сәлем айтыңдар деді. Дұғай сәлем айтыңдар деді. Құдағиларыңыз айтты. Бала ортақ деді. Қыз ортақ, қуаныш ортақ, той ортақ деді. Дұрыс. Бәрі ортақ болғаннан кейін ақшаны ортадан шығарып, тойды бірігіп жасайық деді. Соның ақшасын бере саласыздар ма? Біз береміз ақшаны? Біз де береміз ғой. Кемпір, ана бала дұрыс айтып отыр. Бала ортақ, бақыт ортақ, қуаныш ортақ, той ортақ. Қуанышты бөлсең көбейеді дейді. Бер! Атаң поняткісіне разговор жоқ. Шырағымен аттестатым жоқ болса да, директор болып жүрген адаммын мен. Аттестатым жоқ болса да дейді? Қалжыңдап жатыр. Айналайын енді, азда болса көпте көрерсің енді. Папасы айтқан соң, пенсиямыздан жинаған азын-аулақ ақшамыз. Дұрыс. Мақұл апа, онда біз тойға дайындалайық, жүре берейік. Тойға дайындалайық, кете берейік. Қызды көрмейсіңдер ма? Кейін қол тиген кезде көреміз, қазір асықсыз. Жоқ. Сасып кетеді етеміз ғой, кетеміз ғой, талай келеміз. Айналайын, болмайды. Сарының басы сардала өкау, сауыққа шығар бозбала өкау. Үйде де туып түздескен құрбым, күні де құрсын қыз бала өкау. Айтайын бастап сарынды өкау, жүдетпе жылап жаныңды өкау. Әкең ұл болған шешең қыз құрбым. Мынау дайын ғой. Дайын ғой мынау. Дайынмын апа, дайынмын. Хош келдің, асыл ерім. Маған ба? Хош келдің, асыл ерім. Қуа деген ғой.
Мен емес қой сенің асыл ерің. Мынау ғой кімге тиетінін білбесе. Күйеу бала мынау, мен жолдас бала. Қош келдің, асыл ерім. Жөндеп тұршы. Осы менің туған жерім. Осы менің туған жерім дейді. Айналайын сыңсып айтып жатыр. Сыңсы ба? Солай да солай, қарағым. 30-дан асып барамын. Бұндай шанс күнде келе бермес, қалай тимей қаламын. Бұндай шанс дейді. Айналайын сыңсып жатыр, сыңсып. Сыңсып айтып отырмын. Қош апа, Айналайын ай. қош әкке. Жаным. Қош бол туып өскен микрорайоным. Микрорайоныңыз ма? Қош бол кіндік қаным тамған жерім роддомым. Роддоммен қоштасып отырмын ма? Радонда туылған ғой енді. Асыл ерлер, Не? қазақта бір жақсы сөз бар. Қандай? Қыз ауырма, ұтыз ауырма дейді. Олай болса асыл ер, алып кет тұзыңды. Ай, тұзың деп қой, қызыңды. Алып кетсе бір қап тұзыңды арқалап. Асыл ер, Не? қыз боп ұшсам, не тер едің? Тағы да маған ба? Неменеге айтып отырмын қата? Асыл ер, қыз боп ұшсам, не тер едің? Құрсы бар қайта маған айтып беріңіз, шындық қоған ба? Мынау ғой асыл ерің, мынау ғой күйеу бала, мынау маған қарай беріңіз, қайта шындық қоған ба? Асыл ерім, Екеуі сай болды. қыз боп ұшсам, не тер едің? Бәрін мен жауап бердің басайшы. Асыл ер, Не? қыз боп ұшсам, не тер едің? Рәгатымен брат мен шаш көретін. Өзіндікі дұрыс емес қой, шамайды ғой. Жоқ, Ал, артымнан ұшып қуып жетер еді. мынау қуат қазір артынан артынан қу. Асыл ерлер, Иә. қайсың? Не қылдайды? Қайсың менімен интернетте сөйлескен? Қайсың деді танымайды ғой мынау. Жоқ, таниды. Мен айтып берейін енді. Интернетте, мен жаңа айттым, общение, сообщениеге жақсымын деп. Интернетте общение, сообщение деген мен, суреттегі мынау. Шәке, не болды, көңіл күйің жоқ қой? Қойыш. Не алды, Кәмшатпен кездестің ба, не алды? Қандай қыз екен, айтсай, қандай қыз айтсай. Нұржан, Ә? 90 жыл кәмшатым 90-дағы апа болып шықты. Қой, Апа бұныңыз не десем, ана немеремнің телефонын алып, прикол етіп отырем дейді маған. Орынып қалдым, алданып қалдым. алданып қалып десе, сен сияқты осы талай адам алданып жүрген шығар, ана мен танысып, ана мен кездесіп, апа, көке болып отқан шығар бәрі. Мен сияқты алданып жүргендер де бар. Бірақ бұл әлеуметтік желі арқылы бір-бірінің бақытын тауып, семья құрып кеткендер де бар. Осындай жанұяны тамашалайық. Көрікші. Қайсың күйеу бала? Интернетте мен тіл байлығым жақсы, сообщение жазған мен. Помнишь, саған жаздым ғой мен? Жұлдызды аспан айлы түн, бетіңнен сүйдім қайырлы түн деген мен жазған ғой. Кеттің ғой жүрегіңді пышақтап, өзіңе жетеден үш аттап деген мен жазған ғой. Әңгімені өлтірем. Интернеттегі общение, сообщение деген мен, суреттегі мынау. Таласпаңдар! Не қыл дейді? Таласпаңдар! Қошаққа таласып саған жынды қоған ба? Күйеу бала мынау! Таласпаңдар, асыл ерлер! Қай жеріңе таласамыз сен? Таласпады, бір емес екеміз. Мен интернетте бәріңмен сөйлесе берем. Өйткені мен бәріңе жетем. Жетем дейді? Ей! Ой, бұл... Қу дегенге сөйт, қу дедім мен сал? Не ақ қайтып келе берді? Асыл ерлер, мен сіздерді есік алдында күтем. Есік алдында күтем. Ей! Ой, бұл... Не болды? Күйеу балдарыңыз найзағай болды ғой. Кетші! Немене қайта келе береді? Шынды болып маған ба? Не болды? Неменеге есік алды күтеді? Есік алды күйеу бала күтпеймен наоборот. Оны не күтіп жүр? Ашуланбашы енді. Ашуланбаған өздері дұрыс емес қой. Ойбай енді ашуланбашы енді. Апа, жақсы, біз кете берейікші. Кеткенде. Ұстап қаламыз, апа. Шай ішпейсің ба? Ұста дейді. Ұста дейді. Осы ұста. Опа.
ата жібер жүгіреді ғой мынау кімсіңдер? көке біз милицияданбыз милициядан органнан жаңа екі жігіт кім Күйеу балам. күйеу бала деп қойды күйеу балаға жарықсыз көке ол күйеу бала емес анау агент арқылы интернет арқылы бүкіл жұрттармен танысып үйлеріне кіріп ақшасын тонап кетіп жүрген алаяқ 6 ай бойы ұстатпай жүрген ұстамайсыз ба енді көке не болып кетті біздің үй қуаламаса ғой дейтін жер болып кетті ма ана жарым келатыр жарым Сенің мына қызың жаман жер басып кеткен негізі. Қыз бала өккәу. өккәу Ау, ақша кән қандай ақша? ақшамыздан айырылдық қайдалайын ау Ой, мам, пап, махаббат тұрғанда ақша туралы вообще әңгіме айтпаңыздаршы. И вообще сіздер переживать етпеңіздер. Ой, менде на телефонда агентте дружба предлагать етіп жатқан жігіттер жетеді. Любой ұстап алам. ойбай мынауың таза қияй болыпты ғой мынау Мынаның 7 күн молдаға байлап оқыту керек қой. құдай не істейміз енді Кемпір, ау осы агентсіз ақ, интернетсіз ақ сенімен ешекпен алып қашпаймын ғой. қойшы енді Кемпір, ау ана қыздың қолынан телефонды ал. Ғалам тордың торына түсіп, агенттің арбауында талай жастар сорлап жүр. иә Дерт болды ғой бұл. Телефонды ал. Тәрбиеле. тәрбиелеймін қызым тәрбиелеймін Ортақ, қуаныш ортақ, той ортақ. Қуанышты бөлсең көбейеді дейді. Бер! Атаң понятный разговор жоқ. Шырағымен аттестатым жоқ болса да, директор болып жүрген адаммын мен. Аттестатым жоқ болса да дейді. қалжыңдап жатыр айналайын енді аз да болса көп те көресің енді папасы айтқан соң пенсиямыздан жинаған азын-аулақ ақшамыз дұрыс Мақұл апа, онда біз тойға дайындалайық, жүре берейік. Тойға дайындалайық, кете берейік. Қызды көрмейсіңдер ма? Кейін қол тиген кезде көреміз, қазір асықсыз. ойбай жоқ Біз сасып кетеді етеміз ғой, кетеміз ғой, талай келеміз ғой. айналайын болмайды Сарының басы сардала өкәу, сауыққа шығар бозбала өкәу. Үйде де туып түздескен құрбым, күні де құрсын қыз бала өкәу. Айтайын бастап сарынды өкәу, жүдетпе жылап жаныңды өкәу. Әкең ұл болған шешең қыз құрбым. Мынау дайын ғой. дайын ғой мынау Дайынмын апа, дайынмын. Хош келдің, асыл ерім. Маған ба? Хош келдің, асыл ерім. Қуа деген ғой мынау. Мен емес қой сенің асыл ерің. Мынау ғой, кімге тиетінін білбесе. Күйеу бала мынау, мен жолдас бала. Хош келдің, асыл ерім. Жөндеп тұршы. Осы менің туған жерім. Осы менің туған жерім дейді. айналайын сыңсу айтып жатыр Сыңсы ба? Солай да солай, қарағым. 30-дан асып барамын. Бұндай шанс күнде келе бермес, қалай тимей қаламын. Бұндай шанс дейді. айналайын сыңсып жатыр сыңсып Опо, екі қызғалдақ келатыр ғой. мыналар ұялып қалды ғой Ұялып тұрған жоқ, сенен қорқып атып алар. келіңдер айналайын келіңдер еркелеп қояды келіңдер айналайын жандарым менің Сүймей ақымыз шақтырмайын. кешір айналайын сүйгіден түңілме деген айналайын Рахмет. күйеу бала сен болдың ғой Күйеу балдарыңыз мен. Мен деппін ғой мынау. Күйеу балдарыңыз мынау, мен жолдас баласы. жоғарсыңдар төрге шыға ана күйеу бала ғой иә Күйеу балдарыңыз осы. аты кім Аты Олимпиада. неге 80 жыл туылған ғой. 2011-де туғанда Азияда қоятын ек. тыс бірақ неғып ашуланып тұр Ашуланып тұрған жоқ, мінезі сондай өзі. Сөзге шорқақ күйеу балдарыңыз. Маған күйеу балдарыңыз, мен күйеу балдарыңыз жолдас баласы боламын. Күйеу балдарыңыз маған айтты, мен негізі общение, сообщение, печеньеге жақсымын да мен. Әңгімені қатырам.
Мен енді общение жақсымын. Күйеу балдарыңыз айтты, қайын жұртқа барып қайтайық. Сен тілің бар ғой, сөйлеп тұрасың деді да. Гүлденген әлем қайын жұртына күйеу балдардан сәлем деген сияқты. Әңгімені өлтіремін мен негізі. Күйеу балдарыңыз осы. Мінезі өте ауыр. Оқыған, тоқыған, өте салмақты жігіт. Ішпейді. Ішсе қуады. Қасында жүрмін ғой, мен білем ғой. Ішсе қуат, мал болады, талай көрген ғой. Дұрыс. Ішкен адамның қумайды болмайды. Мен де ішсем қуам. Күйеу бала қайнатан топырағына десеңізші. Атаң сенен айнымай деген қотыратқа соқырат екеуің. Қайын жұртың мұнандай. Я. Енді өздеріңізбі таныспайық. Я. Зояның ата-анасы. Я. Зояның ата-анасы. Сіз мамасы боласыз ба? Я. Өте жас көрінеді екенсіз. Өте әдемі, өте сымбатты көрінеді екенсіз. Рахмет. Әдемі көрінеді екенсіз. Менше бүйтсем бұдан да жас көрінемін. Ай, жап! Ай, жап! Доққа түскен тауық құсаған бәле. Басым бар тұғып кет тығып алған сияқты ше. Енді әдем көрінем ба дегенім ғой енді. Мам. Ау. Сіз мені қазір позор қыласында тұрыңызбен. Болды. Енді бір жарты сағатқа шыдаңыздаршы, тиіп алайынша. Тиесін. Пап, қазір сізден сұраса бар ғой, сіз директор болғам деп айтыңыз. Ей, шырағым-ау, менде аттестат жоқ қой. Енді оны кім тексеріп жатыр? Біреу тексере ма сізге келіп, пенсияға шыққам деп айтасаңызшы. Мам, Ау. сіз? Мен? Сіз 30 жыл коронада істегенсіз. Мен ба? Иә. Мына тұрым мен ба? Ой, жарты сағатқа дедік қой. Болды. Әй, қызым, сонда мен аттестатым жоқ болса да директор болам ба? Кемпір. Айбүй, деген күлкін қойша, адамды позор қылмай. Екеуің мен қазір точно позор қыласыңдар. Үлкен қыздардың үйіне апарып тастайын ба? Ойнап жатырмын. Не тұрсың? Әзір ойнап жатыр. Пап, мам, пожалуйста, позвать етпеңіздерші, дайындалыңыздаршы. Болды. Кетейінші. Кетесің. Мен бүгін кетем. Жаныма. Ей, не ақ боздап тұрсың? Қимайым мен қызымды. Ой, қақпаса 30 жыл қимай отырдың ғой. Енді 31-ге келіп шықса да болады ғой енді. Ей, қызың плотно отырды ғой, скоро жатайын деп жатыр ғой. Қойшы, кім қызы қияды дейсің? Иттердің дауысы шығып жатыр. Күйеу бала келді-ау деймін. Әдем болып тұршы бейтіп. Бейтіп деймін. Ой, мына бір ескерт күшке құсап. Келе жатыр. Жандарым, келдер. Жабасаңшы. Неге? Торғайдың ұясы сатымен жабасаңшы. Вообще ашпай қойыншы. Кешір айналайын, ашпайым. Ашатын шаш болады, ашпайтын шаш болады, ашпай қойыншы. Пот, ашпайым айналайын. Ойдағырда мынау, біз Зояның ата-анасымыз. Ата-анасы, Иә, мен мамасы. 30 жыл бойы директор болып істеген. Ей, мен директор, сен Гарано. Қоя берші. Содан мен директор, папасы Гарано. Ей, мен директор, сен Гарано. Мен директор, мен. Не болды? Қайын жұртың директорлікке таласты ғой. Сен директор, мен директор деп. Директорлікке таласып отыр. Күйеуала. Мен директор, анау Гарано. Разговор жоқ. Атаңның даусында разговор жоқ екен. Атаңның даусы гүр екен. Иә. Ойдағырда екеуміз де директор болғанбыз. Екеуіңіз де директор қызметте болған екенсіздер. Иә. Күйеу бала не қызмет? Күйеу балдарыңыз альпинист болып істеген. 2 рет тауға шығып, 2 рет түсе алмай қалды, сосын қойды ғой. Пассияңыз ба деді, алып кет. Қашан қалып кетесің ғой? Күйеу балдарыңыз альпинист болып істеген, қазір аферист. Аферист деп бұнға жылқы не? Қолы бос, таза ауаның директоры. Біз де директорымыз. Екеуіміз де директор. Айта берейік, кім біліп жатыр? Табиғат аялап жүр десей? Иә, екеуіміз, сізде де директор, біз де директор. Директорлер мен директорлер.
құданы құдай қосып деп директорлар қарқтап қалды ғой әйтеуір. Дұрыс. Иә. Жаңа, иә. Енді мынау күйеу балдарыңыздың әке шешесі сәлем айтты. Құдағиға сәлем айтыңдар деді. Дұғай сәлем айтыңдар деді. Құдағиларыңыз айтты. Бала ортақ деді. Қыз ортақ, қуаныш ортақ, той ортақ деді. Дұрыс. Бәрі ортақ болғаннан кейін ақшаны ортадан шығарып, тойды бірігіп жасайық деді. Соның ақшасын бере саласыздар ма? Біз береміз ақшаны? Біз де береміз ғой. Кемпір, ана бала дұрыс айтып отыр. Бала ортақ. Бақыт. Сүйінші дайындай бер. Не болды? Сүйінші деймін. Көтердің ба? Ой, құдай, түріме қарасайшы көтергенінес. Қызымыз күйеуге шығатын болыпты. Не дейді тағыдай ау? Айналай, жаңа звондап, мам, пап, мен күйеуге шығатын болдым дейді. Айналай. Мен наконец-то кетем! Шырағым байы құтты болсын. Пап, өз грубо сөйлеген қойша, байың құтты болсын деген несі? Мәдениетті қып күйеуің құтты болсын деп айтсаңшы. Оның екеуі бір адам емес па? Мейлі қой берші. Бүгін мен көңіл күйімді ештеңе түсірмейді. Жеттім ау осы күнге. Әй, қызым, сен ол күйеуді қаяқтан таптың, сен үйден шықпайсың ғой. Интернеттен. Не дейді? Интернеттен. Не дейді? Интернат дейді. Байқұс бала жетім болды ғой. Қандай жетім, пап. Интернет деп тұрған жоқпын. Интернет, агент арқылы. Әй, шырағым, о баланың тегі кім? Не елдің баласы? Руы кім? Руы. Ру? Иә. Ру, собачкамайл.ру. Немене? Собачкамайл.ру. Немене? Итпен құда болдық па? Не болды өзі? Итмайыл деген ру бар ма еді өзі? Тоқта. Ау. Итмайыл. Олар 100-ге жатпайды. 400 болды ғой. Су, мам, пап. Ау. Әңгіме көбейтпей одан да дайындаlayықшы. Болды, дайындаламыз. Дайындалайықшы, былай істейікші. Қазір күйеу жігіт келгенде бар ғой? Күйеу жігіт келгенде өзімізді бір анандай семьяға көрсекші бір. Қанандай? Бар ғой анандай ше бір, андай бір орысша араластырып сөйлейтін, орыстанып кеткен бір қазақша білмейтін семьялар болады ғой бір. Андай бір современный ма? Иә, сондай көрінеді. Солай көрінеміз. Мына үстім болмайды ғой мен. Жалаң бас шығайын да, күйеу бала күтіп алайын да мен.